қияр көшетін отырғыздыңыз. Бәрін дұрыс істеген сияқтысыз. Бірақ ертеңіне жапырағы салбырап, өзі шүберектей болып тұр. Немесе бір апта өтсе де өспей, орнында қатып қалғандай. Осындай сәтте көп адам бірден уайымдайды. Су құяйын ба, тымайтқыш берейін бе, әлде бірдеңе жетіспей тұр ма деп асығады. Бірақ қиярдың алғашқы 7 күндегі басты мәселесі көбіне күтімнің аздығынан емес, керісінше артық қимылдан болады. Қияр жаңа орынға бейімделіп жатқанда, оған ең керегі тыныштық, жылы топырақ, таза ауа және шамадан тыс су құймау. Қазір қияр көшетін отырғызғаннан кейінгі алғашқы 7 күнде не істеу керек екенін қарапайым тілмен айтып берем. Артық әңгіме жоқ, кек өз бақшасында қолдануға болатын жұмыс істейтін тәртіп. Ең алдымен мынаны есте сақтаңыз. Қияр қызанақ емес. Қызанақ көп нәрсеге шыдайды, ал қияр нәзік келеді. Суыққа да, тамыр маңындағы артық ылғалға да, жел өтіндегі салқын ауаға да тез әсер етеді. Әсіресе Қазақстанда күндіз күн күйдіріп тұрса да, түнде ауа күрт салқындап кететін аймақ көп. Орталықта, солтүстікте, шығыста бұл жиі кездеседі. Оңтүстікте болса, керісінше, күндіз жылжай қатты қызып кетуі мүмкін. Сондықтан қиярға ең басында батырлық күтім емес, дұрыс жағдай керек. Егер сіз оған кедергі жасамасаңыз, ол тамырын ұстап, тез қалпына келеді. Бірінші және екінші күн. Көшетті отырғыздыңыз. Отырғызған кезде жақсылап суардыңыз. Енді ең дұрыс жұмыс оған тимеу. Я, дәл солай. Қайта-қайта барып қараудым, үстімен тағы су құюдым, жапырағын сипалап тексерудің қажеті жоқ. Көшет жаңа жерге түскен соң тамыры бірден жұмыс істеп кетпейді. Ол күйзелісте болады. Бұрынғы ыдысынан шықты, жаңа топыраққа түсті, айналасындағы жағдай өзгерді. Осы кезде топырақ ылғалды болса, су құямын деп асықпаңыз. Қияр дәл қазір суды бұрынғыдай сіңіріп ала алмайды. Оған су емес, тыныштық керек. Алғашқы 2 күнде басты назар температурада болсын. Жылжайда түске қарай ауа тез қызып кетеді. Әсіресе күн ашық болса, ішіндегі ауа тұрып қалып, қияр одан сайын әлсірейді. Қияр ыстықта жапырағын салбыратып жіберуі мүмкін. Бұл әрдайым ауру белгісі емес, бірақ жылжай іші қапырық болып тұрса, міндетті түрде желдетіңіз. Желдету дегеніміз суық желдің астына тастау емес. Есікті немесе желдеткішті авайлап ашып, ауаны жаңарту. Қиярға тыншыққан ауа жақпайды. Ыстық пен қапырықта ол нашар тұрады. Түнгі температураны да бақылаңыз. Қазақстанда көктемнің соңымен жаздың басында күндіз жылы болғанмен, түнде салқын түсіп кетуі мүмкін. Егер түнде ауа 12 градустан төмендейді десе, көшетті жабын материалмен жауып қойған дұрыс. Жылжайдың ішінде отырса да, үстінен жеңіл агро жабын жауып қою артық болмайды. Ашық жерде болса, доға қойып үстін жабу тіпті маңызды. Қияр суық түнді ауыр көтереді. Таңертең жапырағы сәл бозарып ширатыла түссе, бұл көбіне суықтың белгісі. Бұл бірден апат емес, бірақ мұндай жағдайды жиі қайталақпау керек. 3 және 4 күн. Бұл күндері алдымен жерге емес, бұтаға қараңыз. Көп адам топырақтың үсті кеуіп қалса, бірден су құяды. Бірақ үстіңгі қабат тез кебеді, ал төменде ылғал жеткілікті болуы мүмкін. Қиярдың өзін бақылаңыз. Күндіз ыстықта жапырағы сәл салбыраса, бұл қалыпты жағдай болуы мүмкін. Қияр жапырағы үлкен, ылғалды, көп буландырады. Егер таңертең жапырағы қайта көтеріліп, бұта сергек тұрса, бәрі дұрыс. Демек, тамыр жұмыс істеп жатыр. Алғашқы күндері көзге көрінетін өсу болмауы да қалыпты. Қияр дәл қазір жапырақ өсіріп жатқан жоқ. Ол тамырын жаңа жерге бейімдеп жатыр. Бұл көзге көрінбейтін жұмыс. Сондықтан 3 күні жаңа жапырақ шықпады деп уайымдаудың қажеті жоқ. Төменгі бір жапырақ сәл сарғайса, немесе шаршап тұрса, бұл да жиі кездеседі. Ол көшіріп отырғызудың әсерін бірінші болып қабылдайды. Негізгі назарды жоғарғы бөлігіне және жас жапырақтарына аударыңыз. Егер ұшы тірі, жас жапырағы сау болса, бұта дұрыс бағытта келе жатыр. Ал мына белгілер болса, себебін іздеу керек. Егер қияр таңертеңде салбырап тұрса, кек күндіз емес. Егер жапырақтары түгел сарғайып немесе ағарып кетсе, егер жоғарғы өсу нүктесі солып қалса. Мұндайда 3 нәрсені тексеріңіз. Топырақтың жылуы, жердің ылғалы және жылыжайдағы ауа. Көбіне мәселе осы 3-інің бірінде болады. Суару туралы. 3 немесе 4 күні жерді тексеріңіз. Бірақ тек үстін емес, саусағыңызды шамамен 5 сантиметрдей тереңдікке кіргізіп көріңіз.
Сол жерде топырақ ылғалды болса, су құймаңыз. Егер шынымен құрғақ болса ғана, аздап су беріңіз. Бір түпке шамамен 1 немесе 1,5 литр жеткілікті. Батпақ қылудың қажеті жоқ. Қияр ылғалды жақсы көреді, бірақ тамыры тұншығып тұрған сазды ұнатпайды. Артық су тамырды әлсіретеді, ал суық топырақта бұл тіпті қауіпті. Тағы бір маңызды нәрсе. Осы күндері сабақтың түбін қопсытпаңыз. Бұл көп адамның жіберетін қатесі. Қиярдың тамыры бетке орналасады, жан жаққа таяз тарайды. Егер сабақтың түбін қаза бастасаңыз, нәзік тамырларын үзіп алуымыз мүмкін. Егер жердің беті қатқақтанып қалса, сабақтан алысырақ жерді ғана жеңіл босатыңыз. Ал ең дұрысы, бірінші аптаның соңына дейін асықпаған жөн. Кейін топырақты жұқалап, мульчалап қойсаңыз, ылғал да жақсы сақталады, қатқақта аз болады. 5-ші, 6-ші және 7-ші күн. Осы уақытқа қарай қияр жаңа жерге үйрене бастау керек. Оның белгісі қандай? Жоғарғы ұшы тірі болады. Жаңа жапырақ көріне бастайды, немесе бұрынғы кішкентай жапырақ жайыла түседі. Сабақ тік тұрады. Таңертең бұта сергек көрінеді. Күндіз ыстықта сәл салбырауы мүмкін, бірақ кешке қайта жиналады. Егер осындай белгілер болса, қиярға тиіспеңіз. Бір апта өтті екен деп бірден тыңайтқыш берудің қажеті жоқ. Қиярға көшеттен кейінгі қорек күнтізбе бойынша емес, өсімдік шын мәнінде тамыр ұстап өсе бастағанда беріледі. Біз отырғызғанда шұңқырға қарашырық, күл немесе дайындалған құнарлы топырақ қостық. Бұл бастапқы қорекке жетеді. Тамыр енді ғана бейімделіп жатқанда, үстінен тыңайтқыш құйсаңыз, қияр оны толық сіңіре алмайды. Кейде керісінше, тамырға салмақ түсіреді. Сондықтан асықпаңыз. 2-ші аптаға дейін күтіміз. Бұта қозғалып, жаңа жапырақ бере бастағанда ғана жеңіл қоректендіру туралы ойлануға болады. Егер 7-ші күнге дейін қияр қатты өспесе, бірақ өзі тірі болса, жапырағы түсін жоғалтпаса, жоғарғы ұшы сау болса, қорықпаңыз. Топырақтың температурасын тексеріңіз. Қияр суық жерде өспейді. Ауа жылы болғанмен, жер салқын болса, ол күтіп тұрады. Бұл Қазақстан жағдайында өте маңызды. Көктемде күндіз күн жақсы қыздырады, бірақ топырақ әлі толық жылынбауы мүмкін, әсіресе ашық жерде. Сол кезде адамға жылы сияқты көрінеді, ал қиярдың тамыры үшін әлі ерте болады. Қызанақ мұндайға біраз шыдайды. Қияр шыдамсыздау. Оның табиғаты сондай. Қысқаша айтқанда, алғашқы 7 күннің тәртібі мынадай. 1-ші және 2-ші күн. Отырғыздыңыз, суардыңыз. Енді мазаламаңыз. Температураны бақылаңыз. Жылжайды қапырық қылмаңыз. Түн салқын болса, жауып қойыңыз. 3-ші және 4-ші күн. Бұтаның түріне қараңыз. Жерді тереңірек тексеріңіз. Тек шынымен құрғақ болса ғана суарыңыз. Сабақ түбін қопсытпаңыз. 5-ші, 6-ші және 7-ші күн. Қиярдың бейімделуін бақылаңыз. Жоғарғы ұшы тірі ме? Жаңа жапырақ бар ма? Таңертең сергек пе? Соған қараңыз. Өсе бастаса, кедергі жасамаңыз. Өспей тұрса, алдымен жердің жылуын және суару тәртібін тексеріңіз. Бар болғаны осы. Қияр алғашқы аптада керемет күтімді қажет етпейді. Оған тұрақты жылу, шамадан тыс емес ылғал, таза ауа және сіздің сабырлығыңыз керек. Кейде ең жақсы күтім дегеніміз өсімдікті тыныш қалдыру. Қиярға да дәл осы керек.